Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Үміт Амангелді. Бүгін үй жағдайында қымбат тұратын моцарелла сырын жасаймыз. Ол үшін бізге үйдің сүті қажет. Дүкендікінен дұрыс шықпайды. Сондықтан мен 3 литрға жоқ сүт алдым және оны қыздырамыз, отқа қойып. Қолымызды салған кезде ұстап тұра аламыз, бірақ ыстықтау болып тұрады. Сол жағдайға жеткен кезде біз 9 немесе 6% сірке суын қосып, ең бірінші 5 қасықтан қосамыз, ас қасықтан қосып отырып араластырамыз. Қажет болған жағдайда тағы да қосамыз. Сөйтіп шетінен қоса отырып, біз жақсылап сүтімізді араластырып отырамыз. Сүттің температурасы баяу көтеріле бастайды. Сүтіміздің де температурасы көтеріле бастайды, бірақ қатты ысытпаймыз достар. Бұл өте маңызды жайт. Себебі қатты ысыған жағдайда біздің ірімшігіміз тарап кетеді. Сондықтан температураны бақылап отырамыз. Онда жұмыс істеуге қолайлы, ыстығырақ болады, бірақ қолмен ұстай алатын температураны сақтап отырамыз. Отымыздың астын қатты жақпаймыз. Осылай шетінен араластыра отырып, біз жақсылап болашақ сырымызды осылай араластырып қалыптастыра отырамыз. Міне уже қоюлана бастады біздікі. Жақсылап қоюлана бастады және қажетінше тағы да сірке суын қосамыз. Менде барлығы 10 ас қасық 6%-ық менде алма сірке суы болды. 10 ас қасық кетті. Сіздерде одан көп немесе аз кетуі мүмкін. Ол сүтке байланысты. Және достар, бір ескеретін жайт, сүтіңіз егер су қосылмаған, өзіңіздің сиырыңыздың сүті болса тіпті керемет, сырыңыздың массасы, салмағы да көп болып шығады. Менікі байқағандарыңыздай үй сүті болса да кішкене сұйықтау болып шықты. Міне сары суымыз бөліне бастады, осындай әдемі болып. Массамыз да көбейе бастады. Тағы да араластыра береміз. Міне осы сәтте кішкене абай болу керек, қатты қыздырып жібермеу керек. Және қай кезде тоқтайтын сәтті де білу керек. Мінекей, мен 1-2 минут араластырамын дағы, 1 минут араластырамын дағы. Қайтадан моцарелламды бөлек сығып аламын. Қажет болған жағдайда тағы да қосып отырамыз сірке суын. Ол көптік етпейді. Егер температураңыз жаңағы мен айтқандай болатын болса, егер сізде өлшейтін градус өлшегіш болмаса, мен жаңағындай айтқандай тексересіз. Міне уже қоюланып көбірек бола бастады массамыз. Енді мен бұны жақсылап сығып аламын. Міне көрдіңіздер ме, қандай керемет созылады. Шетінен осындай домалақ жасап мен сығып аламын. Сосын қайтадан суыма, жаңағы сары суыма 1 ас қасық немесе өзіңіздің қалауыңызша 1-1,5 ас қасық тұз қосып, қайтадан жаңағы моцарелламды суға саламын. Осылай созып қайтадан тұзды өзіне сіңіру үшін бірнеше рет осылай созып отыру қажет. Сол кезде тұзымыз жақсылап сіңеді моцареллаға. Және де тағы да бір айтатын жайт, егер моцареллаңыз қатты, мен сияқты қатты болғанын қаласаңыз, көбірек сығасыз. Ал негізі жалпы моцарелла ол көбісі судан тұрады. Егер жұмсақ болған қаласаңыз, ондай қатты сықпайсыз. Сонымен тұзды жақсы сіңіргеннен соң, осылай болашақ моцарелламыздың формасын келтіреміз қолмен осылай. Және мұздай тастай суға салып, оның формасын ұстап тұратындай бірнеше уақыт ұстап тұрамыз. 10 минуттай салып қоямыз суға. Міне мен таразыға өлшегенімде менікі 3 литр суымнан 200 грамм моцарелла шықты. Қою болса одан көбірек шығады сүтіңіз. Кесіп көрсек, міне тура
дүкендегі ірімшігіміздей болып шығады және одан дәмдірек болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл өте арзан, әрі бұндайды сіз дүкеннен сатып ала алмайсыз. Өз құнымен де бар болғаны 750 теңгеге шықты. Сізде жасап көріңіз. Бұндай сырмен пицца жасасаңыз өте дәмді болады. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.